радионың құрметті YouTube көрермендерім, сіздердің назарларыңызға Қазақстан тарихы пәні бойынша ұлттық тестілеу орталығы ұсынған 100 датаның 4-ші бөлімін ұсынатын боламын. Біздер осы бөлімде мүмкіндігінше соны аяқтауға тырысамыз. Енді мен мына тақтаны 90 жаңағыдай дата сілді, бұл жерде 66-тан бастап 90-ға дейін оны толық аяқтаймыз. Келесі, сонымен 66-шы бізде дата, бізден өткенде 65-ші дата, ол 1946 жылы, сонымен Қазақ КСР ұлттық ғылым академиясының құрылған жылмен аяқталды. Оның тұңғыш президенті біздер Қаныш Имантайұлы Сәтбаев екендігін айтқан болатынбыз. сонымен кеттік келесі 1949 жыл, сонымен Семей ядролық полигонындағы алғашқы атомдық жарылыс болған жыл, бұл 1949 жылдың 24 тамызында болған. Мына орыстың ғалымы Курчатов дегеннің сонымен тікелей жасауымен біздің Семей ядролық полигонында алғашқы КСР-ның атом бомбасын алады, ал тұңғыш әлемдегі атом бомбасы ол Невада штатында сыналған. 1945 жыл, оған енді толық күш салған Манхэттен деген үлкен сонымен жоба болды, оның жетекшісі болған Роберт Оппенхаймер. Негізі Оппенгеймер емес, Оппенхаймер деп айтылуы керек. Келесі 67-ші дата бізде 1949 жыл Мұхтар Әуезовке Абай романы үшін КСР мемлекеттік сыйлығы беріледі. Бұл уақытта енді Мұхтар Әуезовтің жастығына қарамастан үлкен сондай өте ауқымды соның еңбек жазғандығы үшін оның еңбегі ескеріліп мемлекеттік сыйлыққа ие болған. Ол уақытта енді КСР кезіндегі бар заттар деп айту керек, шынымен жазушылардың жағдайы өте жақсы болғандығын біздер және құрметке ие болғандығын көре аламыз. Келесі 68-ші дата, ол 1954 жыл тың және тыңайған жерлерді игерудің басталуы. Бұл бізде енді осы жерде оқушылар үлкен бір айырмашылық бар. Мына жаңа база кітаптарында қазір тың игерілген облыстардың саны бізде 5 облыс деп береді. Ол бізде Ақмола, Көкшетау, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Павлодар. Ал ескі базада бұл Торғай облысы келетін. Сондықтан біздер қазір Торғайды алып тастаймыз. Ол енді жауаптарға келмейтін шығар деп ойлаймыз. Сонымен Торғай келсе есептемейсіздер, бұл жаңа база материалы бойынша. Келесі 69-ші дата, бұл біздің 1946-1954 жылдары Жұмабай Шаяхметовтің Қазақ КСР Коммунист партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы болған жылдары. Жалпы енді Шаяхметов деген 46-49, сосын кешіріңіз 46-49 және 49-54 жылдары болғандығы келеді. Енді мың жерде екі қосып жіберген. Бұл Жұмабай Шаяхметов сонымен 1954 жылы Хрущевке тікелей тың игеру саясатына қарсы шыққан үшін, ол қарсы шыққанда Шаяхметов бұл тың игеру деген саясаттың үлкен жерлерді жыртып тастайтын болса, дәстүрлі қазақтардың мал шаруашылығына зақым беретініне үлкен назар аудара отырып қарсы шығатын еді. Соған байланысты оны орнынан алып тастап, оның орнына Пономаренко деген адамды қояды дейді 4-ші жыл. Келесі 70-ші дата бұл бізде Теміртаудағы жұмысшылардың толқуы 1959 жыл, сонымен Теміртаудағы жұмысшылардың толқуы немесе ереуілі, бұлар өздерінің сонымен жұмыс жасаған орындарындағы әртүрлі әділетсіздікке қарсы шыққан сондай үлкен толқу болған. Келесі 71-ші дата бұл бізде 1961 жыл Байқоңыр космодромының немесе ғарыш айлағының тұңғыш ғарышкердің ұшырылуы. Енді тұңғыш ғарышкер бұл Гагарин екендігін білетін шығарсыздар. 12-ші сәуірде Юрий Алексеевич Гагарин. Келесі 72-ші дата бұл бізде 1960-1962 жылдары және екі пауыз бар. 1964-1986 жылдары Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы Коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарған жылдар. Келесі 73-ші дата бұл 1963 жылы ядролық қаруларды атмосферада үш ортада нүктелік тесттерді кейде атмосферада, ғарышта, су астында сынауға тыйым салу туралы келісімшартқа қол қойылды. Бұл келісімшарт бойынша сонымен үш ортада тыйым салынды, ал енді кейін бүкіл әлем, әсіресе КСР осы келісімге қол қойған, оның бүкіл бүкіл ядролық сынақтардың барлығы ол жер астында өткізілгенін бізге белгілі. Келесі 74-ші дата 1969 жыл Есік қорғанынан алтын адам табылды. Бұл енді алтын киім адам тапқан. Бізде атақты археолог бұл Кемел Ақышлапты атақты археолог ғалым. Өте үлкен сенсация болғандығын айтады бізде бұл деген. Келесі 75-ші дата бұл 1978 жыл Қазақ КСР Конституциясын қабылдануы бұл ұзақ уақыт бойы негізі талқыланған. Сонымен бізде былай деп айтатын болсақ, бұл Қазақ КСР-ның екінші конституциясы келіп жүр. Біріншіден өткен үшінші бізде бөлімде айттық, ол 1937 жылы қабылданған. Ал енді екінші конституция Қазақ КСР-ның бұл 1978-де қабылданған. Шатыстырмаймыз, бұл тәуелсіз Қазақстанның емес, бұл Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының кезінде қабылданған конституция. 76-шы дата бұл 1979 жылы Целиноград, бұл қазіргі біздің астанамыз. Целиноград қаласындағы Қазақстанда неміс автономиясын құруға қарсы
қарсылық немесе қарсы наразылық шерулері болғандығы бізге белгілі. Енді мына неміс автономиясы неге сонымен мына жерде тұрғызатын болсаңыздар, енді жалпы неміс автономиясы дегеннің өзінде бұл неге мына 1941 отан соғысының басталуына байланысты неміс автономиясы жалпы Еділ өзенінің бойындағы олардың орталығы мына Саратов облысында, қазір Ресейдің Энгельс деген қаласы болған. Сол жерден неміс автономиясы таратылып, оларға кейін 53-56 жылдары қалпына келтірілген кезде автономиялар Хрущевтің кезінде. Бұлардың автономиясын қайтадан қалпына келтірмей тастайды. Кейін 79 жыл сонымен құпия келісімдерге сай Ленинград облысының территориясын, оның қасындағы Ерейментау деген сонымен таудан, осы Ерейментау Ленинград облысының неміс автономиясының орталығы ретінде жасағысы келеді. Оның басшылығына Қонаевтың бірінші орынбасары Коркин деген адамды басшылыққа тағайындағылары келеді. Сөйтіп студенттер арасымен қысқасы бұл оқиға деген кейін жайына қалады ғой. Сонда да қазақ жастарының әсіресе үлкен жауапкершілігін айтып кеткен жөн болады. Келесі 77-ші дата ол біздің 1986 жылы желтоқсан оқиғасы. Енді оның себебі біздерде түсінікті. Ұзақ жылдар сонымен біздің қазақ КСР-ін басқарған Қонаевтың орнына ешкімге таныс емес, қолмен келген келуі болады. Келесі біздерде ары қарай 78-ші дата бұл 1988 жылы бес арыс деп айтып жатамыз. Шәкәрім, Ахмет, Мағжан, Жүсіпбек және Міржақып. Осы қазақ зиялыларының ақталған уақыты. Енді оқушыларға соны айтудан қалмаймыз. Ол Міржақып Дулатов туралы, Міржақып Дулатұлы туралы, оның қызы Гүлнар Дулатова табанында тозып жүріп әрең дегенде ақыры 1988 жылы өзінің әкесінің ақталуына әрең дегенде қол жеткізеді. Ең соңғылардың бірі болып ақталған ғой негізінде. Келесі 1979 жылы, келесі 1989 жыл Қарағанды шахтерларының ереуілі. Енді бұрын жерде біздерде балалар шатыстырады 1989 жыл. Сонымен егер бізде маусым айы деп келсе, ондағы Жаңаөзендегі оқиғалар, шілде деп келсе Қарағанды шахтерларының ереуілі. Бұл енді Қарағанды шахтерларының ереуілі бұл әлеуметтік сонымен жаңағыдай талас тудырған мәселелерден басталып, кейін саясиланып кетеді деп айтады бізде. Бұл енді ереуілді тыныштандыру үшін Назарбаевтың өзі тікелей ұшақпен ұшып келгені ол ютубтағы кейбір роликтерде әлі дейін сақталған. Келесі 80-ші дата бұл 1989 жыл Олжас Сүлейменов бастаған Нева Семей экологиялық қозғалысының құрылған уақыты. Келесі бізде 81-ші дата 1989 жыл тілдер туралы қазақ КСР заңының қабылдануы және қазақ тілінің мемлекеттік тіл деген мәртебеге ие болуы. Енді ол заңның өзі де әбден ескіргенді көреміз. 1989-да қабылданған КСР кезінде қабылданған заң бұл деген. Сонымен біздің тілімізге ең бірінші қазақ тіліне ғасырлар бойы қазақтардың дамытып келе жатқан мемлекеттік тіл деген статус берілген. Келесі, ары қарай 82-ші дата 1990 жыл 25 қазан қазақ КСР-ның егемендігі туралы декларация қабылданған уақыты. Бұл мереке сонымен негізі тойланбай қалып, ұмытылып қалып, қайтадан тойланып жүрген мерекелердің бірі. Шынында Қазақстанның негізі егемендігі осы датадан басталған шынында 90 жыл 25 қазан. Декларация деген ол кез келген мемлекеттің немесе бірлестіктердің жалпы өздерінің бір маңызды қадам алдындағы өздерінің жария құжаттарын біздер декларация деп атаймыз. Жалпы бұл тарихтағы тұңғыш декларациялардың бірі бұл ақш-тағы 1776 жыл 4 шілдеде декларацияны айтады. Келесі 83-ші дата бұл бізде 1991 жыл 29 тамыз Назарбаевтың Семей ядролық полигонын жабу туралы жарлыққа қол қою. Енді осы жерде біздер балаларына шатсақ, көбіне жалпы Семей ядролық полигонында жарылыс деген 89-да тоқтатылған. Ал ресми түрде жабылған уақыты ол 91 жыл 29 тамыз. Сондықтан 29 тамыз Назарбаевтың тікелей ұсынысы бойынша әлем елдеріне ядролық қарудан бас тарту күні болып ұсынылады және осылай қабылданған деп есептейміз. Келесі біздерде ары қарай 1991 жыл 1 желтоқсан Назарбаевтың бүкіл халықтық сайлауда Қазақстан Республикасының президенті болып сайланған уақыты. Келесі 85-ші дата 1991 жыл Қазақ КСР-ның алтын қоры мен алмас қорының құрылуы. Бұл мына біздің Қазақстан Республикасының мемлекеттіліктің бір белгісі болып есептелетін валютаны жариялаудың бір алғашқы қадамдары болып табылады. Келесі 86-ші дата 1991 жыл 16 желтоқсан Қазақстан Республикасы мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңның қабылданған уақыты. Яғни біздің тәуелсіздік алған күніміз болып есептеледі. Енді бұл жерде қарасаңыздар оқушылар тәуелсіздік декларациясы тәуелсіздік алу туралы конституциялық заңның қабылдануының екеуінің арасында бір жылға жуық уақыт бар. Келесі 87-ші дата бұл бізде 1992 жыл қазақтардың дүниежүзілік алғашқы құрылтайының өтуі. Яғни әлемнің әр түкпірінен таралай шашылған қазақтың әртүрлі тарихи жағдайларға байланысты үлкен бас қосқан уақыт.
Келесі бізде ары қарай 88-ші дата ол 1992 жыл маусым Қазақстан Республикасы мемлекеттік туы мен елтаңбасы бекітілді. Енді оны балаларға артық айтып жату енді артық болар деп ойлаймын. Авторларыңыз сіздер өте жақсы білесіздер. Келесі 89-ші дата 1992 жыл Қазақстан Республикасы Біріккен ұлттар ұйымына бас ассамблеяның дауыс беруінсіз мүлдем толыққанды мүше болып қабылданады. Біздің мүше өлкеге өту кезінде соны бірден қабылдап келмейсіздер. Неге десеңіз, біздер өз еркімізбен ядролық қарудан бастап әлемге үлкен сондай бір қадам жасадық, үлгі көрсеттік деуге болады. Келесі 90-шы жылы соңғы сұрағымыз біздің бұл 1993 жыл қараша Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы күні теңгенің енгізілген күні 15-ші қараша деп айтып жүрміз. Бұл енді біздің Қазақстанда басылмаған, бұл уақытта Қазақстанда ұлттық валюта басатын сондай жағдай да жоқ, немесе оған толық мүмкіндік жоқ болды. Бұл Лондонда басып әкелді спецрейспен, яғни арнайы рейспен ұшақпен әкелінгендігі айтылады. Бұл енді әлі күнге дейін теңселіп тұрғанымен де әйтеуір өзіміздің теңгеміз бар екенін біздер мақтанышпен айта аламыз. 91-ші дата 1995 жыл Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылуы. Сонымен Қазақстан Халқы Ассамблеясы Қазақстан Халықтар Ассамблеясы деп аталатын еді, ол кейін аты ауыстырылды. Қазақстан Халқы Ассамблеясы деп аталады. 1 наурызда құрылған. 1 наурыз. Бұл сонымен қазір алғыс айту күні болып белгіленген. Келесі 92-ші дата бұл бізде 1995 жыл 30 тамыздағы бүкіл халықтық референдумда, референдум деген бүкіл халықтық дауыс беру. Республиканың, яғни мемлекеттің өміріндегі маңызды деген шешімдерді жалпы ұлт болып сонымен шешеді. Осы бізде референдум деп атайды. Сонымен бүкіл халықтық референдумда Қазақстан Республикасының қазіргі қолданыстағы конституциясының қабылдануы, немесе 30 тамыз ол бәріміз білетін конституция күні. Енді осы жерде сұрақта сонымен 1993 жылы конституция қабылданса, бұл конституцияның қандай қажеттілігі болды дейтін болсаңыз, жалпы бізде енді тарихта былай деп түсіндіріп жүр. Себебі 1993 жылы конституция бұл сонымен оның басқару жүйесі сол кездегі кезеңге сонымен сәйкес келмейді деп түсіндіреді. Шындығында негізінен 1993 жылы конституция 28 қаңтарда қабылданған. Бұл біздің Қазақстан Республикасының парламенттік президенттік моделі еді. Сол негізі ыңғайлы режим болатын. Сөйтіп енді 1995 жылы конституция 30 тамызда кейін қабылданып, осылай айналысқа енгізілген болатын. Қалай болғанда біздің бұл ата заңымыз мемлекеттілігіміздің кепілі деп айтамыз. 93-ші дата сонымен 1997 жыл бұл жалпы ұлттық татулық пен қуғын-сүргін құрбандарын еске алу жылы болып белгіленген жыл. Сонымен 1938-ден жаппай репрессия жылдарында, оның алдында қала берді 1926 жыл алғашқы толқын буын алаш зиялыларының сонымен жазаға тартылу кезіндегі сонымен бүкіл қуғын-сүргіндердің барлығын еске алып, үлкен том кітаптар шыға бастағандығы белгілі. Келесі 94-ші дата бұл 1997 жыл Қазақстан Республикасының астанасы Алматы қаласынан Ақмола қаласына көшірілді. Бұл үлкен республика өміріндегі сонымен маңызды даталардың бірі болды. Бұл енді тарих ақтаған шешім болды. Негізі алғашында бұл қала деген сонымен енді мына тыңегеру жылдарында Целинград деп аталды ғой. Оған дейін негізгі оның аты Ақмола. Шындығында одан кейін қайтадан сосын Ақмола деп аталды, кейін енді Астана деген атау берілді 1998 жылдан бастап. 95-ші дата бұл бізде 1999 жылы сонымен ЮНЕСКО шешімімен Астана қаласына бейбітшілік қаласы мәртебесі берілді. Ал ЮНЕСКО деген Біріккен ұлттар ұйымының жанындағы сонымен өнер, ғылым және мәдениет саласындағы үлкен секторда қадағалайтын ұйым халықаралық. 96-ші дата бізде 2003 жыл Астанада әлемдік және дәстүрлі дін өкілдерінің бірінші съезі болды және осы үшін арнайы үлкен пирамида тәріздес бізде ғимарат тұрғызылған болатын. Бейбітшілік және келісім сарайы деп аталады. Және бұл сонымен съезд әр 3 жыл сайын өтіп тұрады. Әр 3 жыл сайын мына жерге жазып кетейін, сізге түсінікті болу үшін. Келесі бізде бұл 97-ші дата 2010 жыл Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі. Бұл оригиналда былай деп жазылып, негізінен ОССЕ. Орысша ОБСЕ деп айтады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бұл деген 1975 жылы Хельсинки хаттамасы бойынша құрылған. Енді атап айтқанда қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, сонымен Қазақстан оған 2010 жыл төрағалық етті.
Келесі 98-ші дата 2011 жыл, сонымен Қазақстанда Азиаданың өткізілуі, яғни қысқы Азия ойындары өтті. Бұл Алматы және Астана қаласында өткен болатын. Бұл біздің отандық қысқы ойындарға үлкен стимул болған, бірінші спорт кешендері тұрғызған үлкен бір маңызды оқиға болды. 99-ші дата бұл 2017 жыл Қазақстанда дүниежүзілік экспо көрмесі өткізілген болатын. Оның тақырыбы бізде болашақтың энергиясы. Келесі 100-ші соңғы дата 2019 жыл Қасым-Жомарт Тоқаевтың, қазіргі президент, сонымен Қазақстан Республикасының президент болып сайланған уақыты. Сонымен осымен бізде қарастырылған Қазақстан тарихы бойынша 100 дата толық аяқталды. Енді сіздердің нақты бір сұрақтарыңыз болатын болса, Қазақстан тарихына қатысты бір кезеңдерге қатысты сұрақтарыңыз болатын болса, қоюларыңызға болады. Сау саламатта болыңыздар, баршаңызға рахмет тыңдағандарыңызға.